Қыздар, мен сіздерге сызып көрсетейін. Мысалы, столдың ұзындығы 2 метр дейік. 2 метр, былай 1 метр. 2 метр. Ал матаны сіздер мына жаққа 2 метр ғой ұзындығы. Мына жаққа 20 сантиметр қосамыз. Мына жаққа 20 сантиметр қосасыздар. Бұлай 20 сантиметр. Бұлай 20 сантиметр қосылады. Сонда сіздердің маталарыңыз 1,40 да 2,40 болады. 2,40. Сосын оның айналасына бақырма есептеу үшін 1,40-қа қосасыздар 2,40. Соны көбейтесіздер 2-ге. Сосын сол кезде бақырманың ұзындығы шығады. Содан соң қалай овал кесеміз? Овал, например, 1,40 деп алдық, я? Мынау дастархан 4 бұрыш уылы тұр, я? Так. 1,40 ені, 1,40 общий. Я, жаңа 1 метрлік столға 1,40. Соның ортасын табамыз. 1,40-тың ортасы 70. Мына жақ 70, мына жақ 70. Бұлай қарай 70 сантиметр түсіреміз. Метрлікпен өлшейміз, я? Мына жерден 70 сантиметр аламыз. Бұлай 70, бұлай 70 болды. Содан мынаумен жайлап метрлікпен алып, бұлай сызып шығамыз. Карандашпен емен полукруг жасаймыз. Түсініңіздер ме? Соның айналасын кесіп тастайсыздар. Сонда дұрыс овал шығады.